Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай үлпілдек, өте керемет болып шығатын, бір жасағаннан керемет болып көтерілетін қамырдан бауырсақ пен булочки жасаймыз. Бұдан тек қана бауырсақ булочки ғана емес, пирожки, сосиска в тесте жасауға да болады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қамырды дайындау үшін бөлме температурасындағыдай жылы болып тұрған суымызбен сүтімізді құйып аламыз. Оған тұзымызды, қантымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін 15 минутқа қойып қойсаңыз да болады. Ашытқымыз өзінің қызметін атқарғанша, не болмаса бірден илеп кетсеңіздер де болады, егер асығыс болса. Араластырып алғаннан кейін ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып салып, бір келкі қамыр илейміз. Бірден салмаңыздар, бөліктерге бөле отырып, мөлшермен салып отырыңыздар. Өйткені ұнға байланысты мөлшердегі ұнның барлығы қажет болуы мүмкін, қосымша да қажет болуы мүмкін, мүлдем жартысы ғана қолдану мүмкін, ол ұнға да байланысты. Яғни бір келкі жабыспайтын қамыр пайда болуы қажет. Соға дейін жақсылап илеп аласыз. Кейін әбден бір келкі жабыспайтын қамыр пайда болғанда үстінен сұйық майымызды құямыз да, тағы да барлығы сұйық май қамырға сіңгенше жақсылап тұрып илеп аласыздар. Яғни осы илегеннен кейін 1 сағатқа бетін жауып көтерілуге қойып қоясыздар. 1 сағаттан кейін көтерілгеннен кейін осындай болып көтеріліп шығуы керек. Кейін осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөлесіздер де, бір бөлігінен бауырсақты, екінші бөлігінен булочкиді жасайтын боламыз. Яғни бөліп алғаннан кейін жаңағы бір бөлігін алып, жұқалап, қатты жұқа емес, қалыңда емес, 1 сантиметрдей қалыңдықта жұқалап жайып аласыздар. Жайып алған қамырды форманың көмегімен дөңгелекше етіп барлығын кесіп аласыздар. Міне осындай дөңгелекшелер пайда болуы керек. Кейін екінші қамырымыздың екінші бөлігін алып булочкилар дайындаймыз. Қамырымызды бір келкі бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Менде 8 бөлік шықты. Әр бөлікті домалатып дайындап аласыздар видеодағыдай етіп. Кейін осы дайындап алған булочкиларымызды формаға келтіреміз. Сіздер кез келген формаға келтірулеріңізге болады. Мен видеодағыдай формаға келтіріп алдым. Барлығын келтіріп алғаннан кейін жарты сағатқа көтерілуге қойып қоясыздар. Бетін жауып бүкіл булочкиларымызды. Сол уақыт аралығында бауырсақтарымызды пісіріп аламыз майға, ал булочкиларды жарты сағаттан кейін духовкаға 180 градуста 30-40 минут пісіріп аласыздар қызарғанша. Міне осындай керемет булочкиларымыз бен бауырсақтарымыз дайын болды. Ас болсын.